Асан деген бай баласы, Үсен жарлы баласы, екеу құрдас екен. Бір күн ел көшкенде қыр астында ойнап жүріп, ескерілмей, екеу жұртта қалыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ, құр жұрты жатыр. Асан айқай салып, жылай бастады. Үсен ойланып тұрды да айтты, жылағанмен еш нәрсе өнбес. Көшкен ауылды іздеп табалық. Жұртта бір көз сынған ине жатыр екен. Оны алды және бір пышақтың сынығын, бірге уыстай қыл тауып, оны да алды. Сонан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп жүріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре берді. Біраз жер өткен соң сүрлеу екі айрылды. Мұны көріп Асан жылай бастады. Енді қайсына түсеміз? Деп, Үсен қарап жүріп, біреуіне түс. Мынау сүрлеу, бүгін жүрген көштің сүрлеу екен, малдың жас тезек бар, деді. Біраз жер жүрген соң Асан қарным ашты деп жылады. Үсен үндемей келе жатса, екеуінің алдынан бір үйрек ұшып, ұзамай қасына қонды. Асанның онымен болмай жүре берді. Үсен жүгіріп барып сипалап жүріп, үйректің орнынан 6 жұмыртқа тапты. Асан қуанып жұмыртқаны алайын деп ет, Үсен алдырмай. Жолдан адасып көп күн жүрсек, бізге тамақ керек болар, үйрек те ұстап алайық, деді. Асан айтты, қалай ұстаймыз? Үсен, мен әкемнің ұстағандарын көріп едім, деп, манағы жұрттан тауып алған қылдан есіп тұзақ істеді де, оны апарып үйректің ұясына құрды. Мұнан соң Асанды шақырып алып, екеу бір таса жерге қалың шөптің арасына барып жатты. Көп ұзамай-ақ үйрек қайта ұшып, жан жағында адам көрінбеген соң, ұясына келіп қонды. Тегенеден соң Үсен түрегеп, жүгіріп ұяға барып еді. Үйрек ұша алмай далбырлады да қалды. Қараса, үйрек мойнынан тұзаққа ылып қалған екен. Үйрек Асан, тыр алып, ойнап баралық, деді. Үсен айтты, жоқ, әкем, үйрек қаз адал құстар. Мұқтаждықта Құдай тағала бұларды адамға алып, тамақ етуге бұйырады, бірақ тірлей байлап матап әуре ету обал деп айтушы ед. Әуре етпей бауыздап алалық, деп манағы жұрттан тауып алған пышақтың сынығымен бауыздап алды. Мұнан соң келе-келе жатып, түс ауған уақытта, екеу бір өзен судың бойына жетті. Су ішіп сусындарын қандырған соң Үсен айтты, енді бір тамақ пісіріп желік. Асан, от жоқ, не қылып пісіріп желік, деді. Үсен үндемей су жағалап жүгіріп кеп, бір шақпақ тас тауып әкелді және шапанның бір кішкентай жыртылған жерінен аз ғана мақта суырып алып, оны тастың үстіне қойып, бәрін бармағына ғана қатты қысып тұрып, манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып ет. От шығып, мақта тұтанды, сонан соң айналасына аз ғана тезек үгіп салып, Үсен өз отты үріп тұтандырып жатып, Асанды қу тал жинап алып кел деп жіберді. Тал келтірілген соң от жағып, әуел жұмыртқаны отқа салып пісірді. Онан соң үйректің жүнін жұлып, бұтарлап, бір талдан істік, үйректі отқа қақтады. Піскен соң екеу де жесіп, тойып алысты. Тамағы тойған соң көңілден уайымы шығып, Асан су жағалап жүгіріп кет, бір мезгілде дауыстады. Үсен, Үсен, мынау тай жерде балықтарды қарашы, деп. Үсен оған қарамай баяғы жұрттан тапқан инен отқа салды. Ине біраздан соң оттың күшімен еріп қызарды, сол уақытта пышақпен инен алып, ептеп ейді, қармақ істеді. Сонан соң Асанды шақырып, сен шегіртке тере бер, деді де, өз манағы қылдан есіп қармаққа бау істеп байлап, талдан кесіп оған сап істеді. Сөйт, қармағы әбзелмен даяр болған соң, Үсен суға барып, Асанның жиған шегірткесін жемге шаншып, қармағын суға салды. Су әдем, айнадай таза су екен, шындек ойнаған балықтары көрініп жүрек тұғын. Әуел шабақтар келді, біреу бір, екеу ек жемді ескеп, тип қашып, жұлқып өтіп жүрді. Сөйіп тұрғанда шабақтар дүркірей келіп қашты. Қараса, бір шортан келген екен. Ол шортан жемге де қарамай, тәкаппарланып, жаймен бұлғаңдап өтіп жүре берді. Шортан өткен соң, манағы бытырап кеткен шабақтар тағы жалмажан жиылып кесіп, жемнің айналасында ойнап, бірін-бір қуып, жемге де тип қашып, соғып өтіп жүр. Сөйтіп тұрғанда, шабақтар және дүркірей қашып, жоқ боп кетті. Қараса, бір бөлек алабұғалар келген екен. Жемді ең бұрын көрген біреу тоқталмастан келіп асап келіп қалғанда, Үсен қармақты тартып алып, оны шығарып тастады. Сол қалыпша Үсен бірталай алабұға алды. Балықтың алынған қызығына айналып тұрып, балалар күннің кешке таянып қалғанын аңғармағанда екен.
Бір мезгілде Үсен күнге қарап, күн кеш боп қалыпты ғой, жарықта өткел тауып алайық деп қармақпен алған балықтарын біреуінің шапанына орап алып, манағы шақпақтасын және сабыбау мен қармағын да қалдырмай алып, енді өткел іздесті. Бұл турада Үсен кірместен манағы өздерінің түсіп келген сүрлеудің өткен жерін тауып алып, сол жерден өте шықты. Біраз жүрген соңға күн кеш болды, және біраздан соң ымырт жабылып, жол көрінбеді. Түн болған соң балалар екеуі де қорқайын деді. Сөйтсе де Үсен сыр білдірмей енді жүрсек адасармыз деп тоқтады. Тезек теріп от жақты. Біраз отырған соң Асан күндіз көп жүріп шаршаған бала ұйықтап қалды. Үсен ойлады, әкем айтушы еді, ел жердің ұрысы, далалы жердің бөріс болады деп ұйықтамай отқа күндізгі алған балығын пісіріп, ермек етіп отыра берді. Есту бар ет, от жағып отырса қасқыр келмейдіміз деп. Қарап отырса, бір мезгілде бір топ кек келді. Олар анадайдан одырайып қарап тұрып, өз-өзінен үркіп жөнелді. Біраздан соң құлын, тайы бар бір үйір құлан келді. Айғыры алдында басын тікшейді, құйрығын шаншып, осқырынып, өзгелер таңданып қарап тұрды да, олар да шауып жөнелді. Бір мезгілде жақын жерде қасқыр ұлыды. Алысырақта өгіз шағала адамша шыңғырып, біресе жылаған балаша, біресе қарқылдап күлген адамша әр түрлі дауысқа салды. Үсен түйсінкіреп, бойы мұздап, қолына манағы қармақтың таяғын қысыңқырап ұстап және отыра берді. Сөйт, әр жануарларды көріп және оттың жарығына жиылған құрт-құмырсқа көбелектер қарап, бұл көбелек қоңыздар неге көріне өлміз деп отқа түсе береді екен деп, әр түрлі ойларға қалып, сүйініп жатып, таңды атырды. Күншығыста таң әуел алтынмен бояғандай қызарып, жан-жаққа жайла барып, ақыры қызылы тарап ағара бастағанда Үсен Асанды да оята бастады. Жүрер уақыт болды, деп. Асан далада екен ұмытып, үйде қалыбынша жуық арада оянбай ыңғырсса да, Үсен қоймай оятып алып, қасына ертіп жолға шығысты. Күн сәскеге шейін жүріп отырып, сәскеде сүрлеу бір қатаң шоқаттау жерге түсіп көрінбей кетті. Балалар енді қай жаққа жүрерін білмей дағдарып тұрды. Сөйт, жан-жағына қарап тұрса, ілгерік алдында бір биік қыр үстінде үлкен мола көрінді. Сонда Үсеннің ойына әкесінің сөз түс, далада жүріп адассаң, молалы жерде су болады, сулы жерде ел болады дейді екен. Сол ақыл бойынша Үсен Асанды ерт, молаға қарай жүрді. Молаға жақындап келгенде қаңқылдаған қаздың дауысы шықты. Үсен енді бұл жақын жерде көл бар екен, оның үшін қасусы жертмекен етпейді. Келіп екеу енді молалы қырға шықты, қараса, қырдың жығылар асты үлкен көл екен, көлдің айналасы да. Іште жыңылдаған мал, жағасындағы жібектей жапырылған көкорай қора-қора қой мен жылқы. Жылқының бір парасы көл ішіне кіріп, белінен құраққа кіріп тұр, енді бір жақ жағасындағы сортаңда бір топ түйе жатыр. Бұларды көріп, балалар қырдан түсіп, жүгіріп малға келді. Келсе өз ауылдарының малы екен. Малшылар Асан, Үсенді көріп, олар да қуанып, біреу әке-шешелерінен сүйініш сұраймыз деп шауып кетті. Өзгелер балаларды атқа мінгізіп, ауылға алып жүр. Жолда келе жатып малшылар айтты, сендердің жұртта қалғаныңды болып, кешеден ауылдың жан біткенін іздеуге кетпейді, деп. Нақ бесін мезгілінде балалар аман есен үйлеріне келіп, әке-шешелеріне қосылды дейді.